Саламатсыз ба балалар? Бұл қай элемент туралы айтылған? Салтанат, бүгінгі сабағымыз күкірттің қосылыстары екен. Күкірттің қосылыстары. Жақсы, енді балалар, осы бүгінгі сабағымыздың оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты күкірттің және күкірттің 4-6 валентті оксидтері физикалық және химиялық қасиетін салыстыру және күкірт диоксидінің, яғни күкірт диоксиді дегеніміз 4 валентті оксид қой, да? Диоксидінің физиологиялық әсерін түсіндіру. Қышқылдық жаңбырдың пайда болу себебімен экологияға тигізетін әсерін түсіндіру. Осыдан келіп біздің сабақтың мақсаты шығады екен. Яғни күкірт бірінші кімге түсер екен? Салтанат, металл ма, бейметалл ма? Бейметалл дұрыс. Оның түсі қандай балалар? Сары дұрыс айтасыз. Салтанат, түсі сары. Ол қатты зат па, әлде сұйық зат па? Сары болса. Қатты дұрыс, қатты. Баян Сұлу. Күкірт қышқылының формуласы қандай? H2O4 дұрыс па балалар? Күкірт қосылыстарында батырхан неше валентті? Ол 8 валентті. Неше валентті? 4 және 6. Сосын кей жағдайда 7 дұрыс айтасыздар. Ерсайын, күкірттің бау-бақшаға әсері қандай? Бау-бақшаға әсері көбінесе зияны болуының себебі ол топырақтың құнарлығын жойып жіберуі мүмкін. Жақсы, Салтанат дұрыс. Саят. Енді сіздерге мынандай сұрақ. Балалар, біздер мына тамақты магазиннен, базардан алған кезде сырты оның шірімес үшін, мысалы алмадан немесе тағы басқа жеміс-жидекті алған кезде сыртын бірдеңемен сүртеді или шашады, да? Сол күкірттің қосылысы екен. Соны білдеп атаймыз екен. E220. E220. Сол күкірттің қай қосылысы? Мана оксидтерінің қайсысы деп ойлайсыңдар? Диоксид па, триоксид па формуласын айтып. Диоксид дұрыс. Диоксидтің формуласы? Жаңағы жұмыс мынаны өз дәптерлерге жазыңдар. Осы реакцияны аяқтай қойыңдар. Және балалар дұрыс. Жандос болды ма дұрыс? Жақсы, келесі. Сіздер ма болу деген? Дұрыс. Сіздерде? Осы жерді мына бағалау. Сіздер бірінші топ, Саят, сіздер бірінші топ күкірт диоксидінің қасиеттері. Біз болады, сүз газ, дәрежесі 4, тотықсыз. Сіздер қандай формула? SO3. Яғни күкірттің қуаттыққа арналған пиза тапсырмалары бар. Осы біз күкірттің қосылыстарын көрдік. Ал Салтанат. Қышқыл жаңбырдың табиғатқа әсері кері, себебі ол топыраққа сіңгенде құнарлы заттарды шайып кетеді және адамның денсаулығына да өте зиянды, себебі ауаны ластайды және тағы бір әсері ол жаңағы мәрмәр, әктас деген секілді қосылыстарды ертіп жүр. Жанартаудың атқылауы. Жанартаудың атқылауында не бөлінеді екен? Күкірттің нелері? Оксидтері, да? Несмотря на то, что содержатся работы, они пересветливаются. Пика 70, средняя продолжительность. Бірінші топ. Ренессанс туристік бюросыздар сіздер. Соны қалай жарнама жасайсыңыз? Жаңағы жерді халық көру үшін, туристер келу үшін қалай жарнама жасайсыздар? Соны жасайсыздар. Екінші топ. Енді жаңа сіз жанартау атқылауын көрдіңіз ғой. Сол жанартау атқылаған температура 1500-2500 болады екен. Сол кезде күкірттің бәрі күйіп кетуі мүмкін дейді. Сонда неліктен сөнген жанартаудың саңылауларында таза күкірт пайда болады. Сіздер манаға ауыр жұмыс жасап атты ғой, адамдар айтты ғой, адская работа деп, да? Сол туралы сөйлейсіңдер. Енді олардың Жаңа Зеландиядағы аралдағы жұмысшыларды көп жұмысшылар шақыру үшін бірінші үлкен жалақымен қамтамасыз ету керек. Дұрыс. Жалақы үлкейе берген соң жұмысшылардың саны үлкейе береді, сұраныс үлкейе береді. Жаңа
технологиялармен яғни құрал жабдықтармен қамтамасыз ету керек. Мысалы, ауыр жұмыс істеп жатыр ғой, көтеріп адамдар өздері көтеріп, ол денсаулыққа біріншіден, екіншіден жұмысшының ұзаққа баруына кепілдік емес. Сондықтан оны қазіргі технологиялармен жабдықтап, жаңа көлік, транспорт құрал жабдықтармен жабдықтау керек. Бірінші туристер шақыру үшін сол барлық жердің видеосын көрсетіп, барлық интернетте салып шақырту керек. Турист қандай вниманияларын алып тарту үшін. Я сіз онсыз да ренессанс турсы бересіз. Күкірт жанған кезде пайда болатын газ ауыр ма, әлде жеңіл ме? Жауап. Күкірт жанғанда күкірт диоксиді SO2 түзіледі. Оның молекулалық массасы 64 грамм моль. Ауаның орташа молекулалық массасы шамамен 29 грамм моль. Сонда SO2 ауадан ауыр газ. Дұрыс. Деп есептегенде, осы күкірттен қанша килограмм күкірт қышқылын алуға болады? Килограмм. Сонда бір жұмысшы, балдар, мына жерден біз мен дәлелдеп тұрмыз. Бір жұмысшы 90 килограмм әкелгенде таза күкірт неше екен? 76,5, содан ең соңында біз күкірт қышқылын аламыз. Енді күкірт қышқылының мана формуласын айттыңдар. Енді осы күкірт қышқылының сапалық реакциясы қандай? Оны көреміз, кел Батырхан. Күкірт қышқылының сапалық реакциясын мына жерден көрейік бәріміз. Не құйды? Барий хлориді. Барий хлоридін құйды, сосын әрғалай? Сосын сол мензуркаға натрий 2SO4 қосамыз. Натрий? 2SO4. Натрий 2SO4, яғни натрий сульфаты қостық. Не пайда болды? Не пайда болды? Сұр тұнба. Ақ тұнба, да? Ақ тұнба пайда болды. Себебі біз жалпы күкірт қышқылының сапалық реакциясы SO4 анионның сапалық реакциясын не тұнбаға түсіретін еді? Барий түсіреді. Міне соның тәжірибесін мына жерден көріп отырмыз. Енді ақ тұнба пайда болды, одан әрі қарай не істейсің? Оны шайқаймыз. Шайқады. Сосын бетіндегі суды мына жаққа салып жібереміз. Басқа сақтап аламыз. Сосын мензуркаға қалған тұнбаға нені тұзғыш қышқылын қысамыз. Тұзғыш қышқылын ғой. Сол кезде реакция жүрді ма? Жоқ. Себебі біздің тұнбамыз еріді ма, ерімеді ма? Тұнбамыз еріген жоқ екен. Дұрыс. Не сөйтіп, балалар жақсы отырады. Бұл реакциясын байқадық. Енді мына жерде балалар бізде осы жалпы қышқыл жаңбырлар сонымен қалай пайда болды? Тағы мана айттыңдар ғой, қышқыл жаңбырлар пайда болуын айттыңдар. Енді 3 топқа қышқыл жаңбырдың, мысалы бірінші топ, сіз мынадай сұрақ, қышқыл жаңбырдың өсімдікке, топыраққа әсерін айтасыңдар. Екінші топ қышқыл жаңбырдың жануарларға әсері қандай? Үшінші топ қышқыл жаңбырдың адам денсаулығына, қоршаған ортаға, техникаға әсері қандай, соны айтасыңдар. Ал балдар тыңдаймыз, жандосты тыңдаймыз. Қышқылды жаңбырлар зияны топырақ пен өсімдікке. Қышқылды жаңбыр бұл қышқылдықтан кейін 5-6-дан төмен болатын заттардың Бұлай өз сөзіңмен айта бер. Қышқылды жаңбыр негізі өсімдіктердің фотосинтез процесін бұзады. Сосын олардың тамыр жүйесіне зиян келтіреді. Оларды күйдіруге әкелуі мүмкін. Жақсы. Енді топыраққа қандай әсері бар? Қышқыл жаңбыр топырақтың құнарлығын бұзады. Жақсы. Қысқартып айтқанда осы қышқылдығын арттырады. Қышқылдығын арттырады екен. Келесі өсім неге жануарларға зиянын кім айтатын еді? Қайтып? Әлде сіздер дайынсыздар ма? Ал кел. Қышқыл жаңбырдың қараймыз балдар тыңдаймыз. Қышқыл жаңбырдың қоршаған ортаға әсері ең біріншісі бізде қышқыл жаңбыр бұл ауаның ластануынан келеді. Ауа ластанғанда біз адамдар ауаны жұтқанымызбен тыныс алу мүшелеріне, яғни бронхит, өкпеге қатты әсер етеді және қарттар мен балаларға әсері өте қауіпті болып келеді.
келесі бізде өндіріс қалдықтары, қышқыл жаңбырды тудыратын өндіріс қалдықтары CO2 және O2 ашқылар ауадағы қышқылар нәтижесінде қоршаған ортаның экожүйесі деградацияға ұшырайды. Дұрыс, келесі тағы. Келесі бізде Техникаға әсері. Техникаға әсері бізде Суретке қарап көмір қышқыл газдарын шығарады, еритін заттар су арқылы өзен жүйелеріне тасымалданады. Онда олардың концентрациясы судағы тіршілікке зиян келтіруі мүмкін. Жақсы болды. Келесі, енді осы қышқыл жаңбырдың жануарларға әсерін кет. Келеді, саяқ беру. Өз сөзіңмен айтып берсең бар, суретте барлығы көрініп тұр. Қалай тыңдаймыз балалар? Жалпы қышқыл жаңбырдың жануарларға әсері. Жалпы қышқыл жаңбырлар ол қоршаған ортаға өсімдіктерге және жануарларға да кері әсері бар. Ол егер сол жаңбыр арқылы сол құрлыққа немесе суға түскенде, сол тіршіліктің бәрі сол қышқыл жаңбырдың кесірінен көп зардап шегіп отыр. Және де сол мәселені шешуіміз үшін бір тағы да шешімдерін табуымыз керек. Жақсы балдар, мінекей, жарайсыздар, үш топта жақсы дайындаған презентацияны жұмыс жасадыңыздар. Енді балдар сабақтың соңында мана бағалау бетшесіне қойдыңдар ғой бағаларыңды да. Енді мен сіздерге мынандай стикер бердім. Осы стикерге бүгінгі сабақ туралы өз ойларыңызды жаза қойыңыздар. Өз ойларыңызды жыдам. Тек бір-екі сөйлеммен жаза қойыңыз. Ертай саған жеткен алдына. Басқалардың бәрінде бар қалды. Бар ма? Сізге жетті ма? Жақсы, ал тез өз ойларыңызды жазып, сол ойларыңызбен бөлісе қойыңыздар. Әр топтан бір адам сөйлесе болады. Жақсы болды қойда, болды аяқтай қояйық. Ал бірінші топ сізден. Бірінші топ кім сөйлейді? Ал баянсың. Орнынан тұрып айтам. Менің ойымша ашықсыға сөзін өтті. Ашықсыға көптеген жаңа ақпараттар және маңызды Не туралы деді? қышқыл жаңбыр, жақсы, рахмет. Келесі екінші топ. Қараймыз, тыңдаймыз балалар. Бүгінгі сабақ маған қызықты болды. Мен кейбір білмеген нәрселерді ұғып, және де сыныпқа өз пікірмен бөлістім. Біз сабақта қышқыл жаңбыр туралы ақпараттар алдық. Жақсы, рахмет. Келесі үшінші топ. Бүгінгі сабақ маған қатты ұнады. Әсіресе тақтадағы жасалған онлайн тәжірибе және шынайы жасалған тәжірибе, сіздің көрсеткен видеолар, Жаңа Зеландия туралы мен мүлдем білмедім. Жұмысшылардың қандай ауыр жұмыс жасап жатқанын енді білдім. Жалпы тақырыпты түсінуге болмай болды. Жақсы. Тағы қосатындарың бар ма? Жақсы, енді бағалау парақтарымызды қарап жіберейікші балалар. Бағалау парақтарымыз неше балдан алдық? Тез етіп, Жасмина сіздің топта айта ғой. Өзің неше бал алдың? Қоса қойыңдар бірден. Салтанат неше бал алдыңдар? Ал айтыңдар. 10 ұпай. 10 ұпай. Азизада? Айсада. Неше? 10 ұпай. Арай? 10 ұпай. Батырханда? Санағыз. Жақсы. Енді мына топта өлдік. Бірінші топта барлығына жауап бердіңдер да? Өте жақсы, жарайсыздар. Екінші топ сіздер? 9 ұпай, сосын 10 ұпай, 9 ұпай да? Жақсы, балалар. Сонымен үйге тапсырма белгілеп алыңдар. Осы күкірттің қосылыстары деген тақырыпты оқимыз, және соның соңындағы есептер, дөңгелекпен берілген есептер бар ғой, соны шығарып келеміз. Жақсы, бүгінгі сонымен сабағымыз аяқталды.
Sağ olun. Sağ olun.